Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық тағамдарын әзірлеуде өзім қолданатын өте дәмді маринадтау әдісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен осындай тауық аяқтарын қолдандым. Осы тауық аяқтарының үстіне тұзымызды, қара бұрышымызды және кристаллики шамалы салатын боламыз. Және де паприка қосып, тауыққа арналған вегета дәмдеуішін қосатын боламыз. Вегета дәмдеуіші болмаса, кез келген дәмдеуішті тауыққа арналған қоссаңыз болады, бірақ вегета дәмдеуіші өте дәмді болып шығады, сондықтан осыны алып қоюға бір алсаңыз біразға жетеді. Және де үккіштен өткізіп сарымсағымызды қосамыз, және соңынан 2 ас қасық көлемінде мен майонез қостым. Себебі бұл тауық аяқтарын мен духовкада пісірген болатынмын. Егер де сіз майда қуыратын наггетсы секілді, крылышки сияқты тауық тағамдарын даярлайтын болсаңыз, онда майонез қосудың қажеті болмайды. Сыртын панировочный сухариге аунатып деген секілді қуырсаңыздар болады. Өте әмбебап, универсальный маринад десек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Тауықтарыңыз су татымай, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, осы видео қажет-ау деген адамдармен, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.